Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін біз 10-шы сынып жаратылыстану математика бағытының 76-шы беттегі шығарымдар есептерін шығарамыз. Есептер толық түсіну үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарий қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Оған дейін сіздер каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Енді бірінші есептен бастаймыз. Бізге жердің бірінші жасанды серігінің бір тәуліктегі айналым санын есептеу керек. Оның орбитасының радиусы 7340 километр екен. Енді бізде халықаралық бірліктер жүйесіне аударып алайық. Мына жерде километрді метрге айналдырамыз. Сонда 7340 көбейту 10-3 дәрежесі метр болады екен. Тәулікті секундқа айналдырамыз. Ол 86400 секундты құрайды екен. 86400 секундты құрайды. Бірінші жасанды серіктің жылдамдығы 7900 метр секундқа тең. N-ді табуымыз керек. Бірінші бізде N табу үшін жиілік арқылы өрнектейміз. Яғни ол Т бөлінген N-ға тең. Осы жерден N-ді табатын болсақ, N бізде Т бөлінген жиілігі. Бізде қарап тұрсақ, бізде жиілік жоқ. Жиілікті табу үшін жылдамдық арқылы жасамыз. Яғни омега R болады. Омеганың өзі 2π Т көбейту R-ға тең. Осы жерден Т-ны тауып алайық. Т-ны табатын болсақ, ол бізде 2π R бөлінген V болады. Енді орындарына қоямыз. Сонда Т-мыз, сонда Т тең болады 2 көбейту 3,14 көбейту радиусынан жасамыз. 7340 көбейту 10-3 дәрежесі бөлеміз. Жылдамдық мынау 7900. Бұл жерде жоқ шамамен 5,83 көбейту 10-3 дәрежесі секунд шығады екен. Енді мынау формулаға кеп қоямыз. N бізде тең болады Т, ол мынау 86400 бөлеміз 5,83 көбейту 10-3 дәрежесіне. Сонда бізде жоқ шамамен алғанда 14 шығады екен. Жауабы осы болады. Ал енді екінші есеп шығарамыз. Бізде берілгені қандай да бір ғаламшардың экваторында адамның салмағы бөлістегі қыранда 3 есе кем. Ғаламшардың өз-өзінен айналу периоды 55 минут. Біртекті шар деп есептеп, ғаламшардың тығыздығын табуымыз керек екен. Ровно. Так, біз бірінші мына жерде 55 минутты секундқа айналдырып алдық. Ол 3300 секунд болды. Енді қазір біз салмақты жеке-жеке жазып алайық. Ол бізде P-N болады. Ол mg-ға тең. Ал P мына жерде экватордікі, то есть деп белгілейін, немесе ғаламшардікі деп болады. Экватордікі ол бізде mg минус m-ға тең екен. Енді осыны мына формулаға қойсақ болады. Яғни P-N бөлінген 3 ол бізде тең mg минус m-ға. P-N орнына mg-ді да қойсақ, mg бөлінген 3 тең mg минус m-ға. Енді осы жерде массаларын барлығын қысқартсақ болады. Шақшаның сыртына шығарып қысқарып кетеді. Сонда бізде қалады екен g тең болады. Мынау 3-ті мына жақтарға көбейтсек, 3g минус 3a-ға тең. Сонда бізде a тең болады 2g бөлінген 3-ге. Осыны қосып қоямыз. Қазір біз бұны қолданатын боламыз. Бірінші формула деп қояйық. Так, енді келесі. Так, жылдамдық арқылы табысақ, a тең болады v квадрат бөлінген r. Одан шығады омега квадрат r шығады. Енді омеганың орнына біз 2π бөлінген r-ды қойсақ, сонда оны квадраттағанда 4π квадрат бөлінген t квадрат r қалады. Енді бізде g-дің формуласы белгілі. Бұл g көбейту m r квадратқа тең. Енді қазір мына жерде мен мына формулаларды қосып қоямын. Мына формула бізде екінші формула деп қояйық. Және мына формуланы біз қазір қолданады екенбіз. Бұл үшінші формула. Мен мынауға екеуін теңестіреді екенбіз. Сонда бізде 4π квадрат t квадрат r тең болады 2. G-дің орнына мынаны қоямыз. Сонда g m бөлінген 3r квадрат қалады. Осы жерден m-ді табамыз. m табамыз. 12π квадрат r куб бөлеміз 2t квадрат g қалады екен. Мына екеуі қысқарады. Сонда бізде қалады 6π квадрат r куб бөлеміз t квадрат g-ға. Енді бізде массаны табу үшін
масса, то есть мынау тығыздықты табу үшін ро бізде тең болады м бөлінген v. Иә, v-дің өзі бізде не ғой, шар тәрізді ғой, бізде ғаламшар. Иә, сол үшін шардың несін жазамыз, көлемін жазамыз. Ол бізде 4 бөлінген 3 пи ар кубқа тең екен. Енді осының барлығын мына жерде массаның орнына мына массаның формуласын, оның орнына мынаны қойып, әрі қарай ықшамдаймыз. Сонда бізде ро тең болады, м-нің орнына мынаны қоямыз. 6 пи квадрат ар куб бөлінген т квадрат g. Бірден көбейту болып жазсақ, мынаны төңкеріп жазамыз деген сөз. Сонда жоғары жақта бізде 3 қалады, төменде қалады 4 пи ар куб. Сонда мынау жерлерде ар кетеді, пилар кетеді. Сонда қалады 6 мен 3 көбейтіледі, 18 пи бөлінген т квадрат g. Енді орындарына қоямыз. 18 көбейту 3,14 бөлеміз. Т бізде мынау бұның 3300-дің квадраты көбейтеміз. G бізде тұрақтысы шама 6,67, 10-11 дәрежесі. Сонда бізде жуықтап алғанда 19489 шығады екен. Килограмм метр куб. Осы бізде жауап. Енді үшінші есеп шығарамыз. Бірінші, жер бетінде денеге 72 ньютон пікірі әлемдік тартылыс күші әсер етеді дейді. Енді тереңдігі ар бөлінген 4 радиал шахтада әсер ететін ауырлық күші неге тең, соны табуымыз керек. Бірінші, жер бетіндегі бойынша есептеп аламыз. F1 тең GM бөлінген ар квадрат. Енді осы жерде бізде жердің массасын өрнектеп алайық. М ол бізде тең болады ро в-ға. Ро в-ға тең ро, в-ның табатын болсақ, ол бізде 4 бөлінген 3 пи ар кубқа тең. Енді осыны мына жақта орнына қоямыз. Сонда F1-іміз тең болады G, мынаны орнына қояйық, үлкен м-нің орнына қоямыз. Сонда м көбейтілген ро 4 пи ар куб, төменге 3-ті төменге жазсақ болады бізден 3 ар квадрат деп. Мына екеуі қысқарып кетеді. Сонда бізде G, мына жерде 4 GM ро пи бөлінген 3 қалады екен. Бұл бізде 72-ге тең. Енді біз осы жерден массаны тауып алайық. Масса бізде тең болады 2 көбейту 3 бөлінген 4. Қалғандары мына жақта төменге жазылады. G ро пи қалады ғой, астында ро пи және ар қалады, бір ар. Енді мына жақта ықшамдайтын болсақ, бізде жоғарыда 54 қалады екен. 54 бөлінген 4 G ро пи ар. Осыны қоршап қояйық. Бұл қазір бізге керек болады. Бұл бізде масса кішкентай м. Бірінші формула дейміз. Енді ары қарай шахтаның астында деп есептейтін болсақ, бізде ар 2, шахтаның астында ол ар минус ар бөлінген 4-ке тең екен. Ол бізде ықшамдайтын болсақ 3 ар бөлінген 4-ке тең. Енді F2-ні жазамыз. Енді F2-ні жазайық. F2 бізде тең болады G м бөлінген ар квадрат 2. Енді осы жерде біз масса жердікін есептеп аламыз. М жерді массасы, ол бізде ро көбейтілген v ғой. V-дің орнына ро көбейтілген 4 пи ар 2 куб бөлінген 3 болады. Енді мына жерде ар кубтың орнына мынаны қоямыз, ар 2-ның орнына. Сонда бізде қалады екен ро көбейту 4 пи 3/4 ар куб бөлінген 3. Осыны қоршап қоямыз. Бұл бізде массаныкі. Енді ары қарай мынау формулаларды, мына м-нің формуласы, мына жерде массаның формуласы барлығын мына жерге қоямыз, F2-ге қоямыз. Сонда F2-міз бізде тең болады. Бірінші бізде м, G жазамыз, көбейту м-нің формуласы мына жерде 54
54 бөлінген формуланы жазамыз. Сонда G ро P R G так ро так G ро P R көбейтеміз. Мына жерде мынау үлкен m-дікін жазамыз. Бұл жерде ро көбейту 4 P 3-те 4 ро так r куб. Астында бізде 3 бар, мынанда астында 3 бар. Ардың f2-нің астында мына жақта мынаның r2-нің квадрат деген орнына мынаны қоюды ұмытпаймыз. Сонда бізде 3 бөлінген 4 ардың квадраты қалады екен. Сонда енді ықшамдаймыз. Мыналар кетеді. Так, ро кетеді, ро мен ро кетеді, пи мен пи кетеді. Мына жерде мынада куб қой, мынада квадрат болады. Сонда мынау мен үшеуі бірге кетеді екен. Мынаның квадраты кетеді. Одан қалғаны мынамен қысқарып кетеді екен. Сонда тек қана бізде 54 қалады екен. Жауабы осы болады. Төртінші есепті шығарайық. Шолпанның орташа тығыздығы 5,2 грамм сантиметр куб, радиусы 6100 километр, бетіндегі еркін түсу деуін табуымыз керек. Так, бірінші біз халықаралық бірліктер жүйесіне ауыстырып алайық. 5200 грамм сантиметр кубты килограмм метр кубқа айналдырамыз. Сонда 5200 килограмм метр куб болады екен. Мына жерде километрді метрге айналдыратын болсақ, 6100 көбейту 10-ның -3 дәрежесі 61 көбейту 10-ның 3 дәрежесі метрге тең екен. Енді бізде G-ның формуласы еркін түсу деуінің планетадағы ол G m r квадратқа тең. Енді осы жерде m-ді тауып алатын болсақ, ол бізде ро көбейтілген v-ға тең болады. Сонда ро бізде 4 бөлінген 3 пи r кубқа тең. Енді осының массаны мына жерге қоямыз. Сонда G тең болады G көбейтілген ро 4 пи r куб бөлінген 3 r квадрат деп аламыз. Сонда мына арлар кетеді, қысқарады. Сонда қалады 4 G ро пи бөлінген 3 қалады екен. Енді мына жерде еще r бар. Енді осыған мәндерін қойып шығайық. Сонда G тең болады 4 көбейту 6,67 көбейту 10-ның -11 дәрежесі көбейту ро 5200 көбейту пи 3,14 көбейту r 6100 көбейту 10-ның 3 дәрежесі бөлеміз 3-ке. Сонда бізде жуық шамамен 8,85 метр секунд квадрат шығады екен. Жауап осы. Есепті шығарайық. Бізде жер бетінен қандай қашықтықта ғарыш кемесінің тартылу күші жер бетіне қарағанда 100 есе кем болады дейді. Бізде мынау FH тең F жер бөлінген 100 болады. Енді біз H-ты табуымыз керек. Так, бірінші жер бетіндегі тартылыс күшін жазып алайық. F жер бетіндегі ол бізде G m n бөлінген r квадратқа тең. Енді H биіктіктегін жазатын болсақ, F H тең болады G m бөлінген r плюс H квадратқа тең екен. Енді біз мынаны былай жасақ болады. F жер ол 100 F H деп. F H-тың орнына мына мәнді қоямыз. Сонда бізде 100 көбейту G m бөлінген r плюс H квадрат шығады екен. Енді осыны F G-ның орнына мына мәнді қоямыз. Сонда бізде тең G m r квадрат шығады. R квадрат. Мынаны былай істеп қояйық. Мына жерде тең демей. Енді осы жерден ықшамдаймыз. Бізде мыналар кетеді, барлығы кетеді. Сонда бізде қалады 100 астында r плюс h квадрат тең 1 бөлінген r квадрат. Енді осыны екі жақты да түбірден алсақ, квадраттан айыру үшін түбірге алсақ, сонда бізде 10 бөлінген r плюс h тең 1 бөлінген r қалады екен. Сонда осы жерден h-ты табатын болсақ, h тең болады 10 r азайту r. Сонда тең 9 r. Сонда жауабы бізде h
h тең 9 r шығады екен. 6-шы есепті шығарамыз. Бізде жердің массасы мен орташа тығыздығын табу керек. Жердің радиусы 6400 км екен. Осы жерде бірінші километрді метрге айналдырып аламыз. Сонда бізде 64 көбейту 10-ның 5 дәрежесі метр деп алсақ болады екен. Енді бізге нені табамыз? G арқылы формуланы есептейміз. G бізде тең болады gm бөлінген r квадрат. Осы жерден m-ді тауып аламыз. m сонда бізде g r квадрат бөлінген g-ға тең. Енді мына жердегі біздегі g ол жуық шамамен 9,8 метр секунд квадратқа тең болады. Ал мына g-міз бізде ол тұрақты шама 6,67 көбейту 10-ның 1 дәрежесі. Енді осының мәндерін қояйық. 9,8 көбейтеміз 64 көбейту 10-ның 5 дәрежесі метрдің квадраты бөлеміз 6,67 көбейту 10-ның 1 дәрежесі тең 6 көбейту 10-ның 24 дәрежесі килограмм шығады екен. Енді бізге тығыздықты табу керек. Тығыздықтың формуласы ρ. Ол бізде масса бөлінген v-ға тең. Енді осы жерден v көлемді табу үшін біз 4 бөлінген 3 пи r куб деген формула арқылы v-ны тауып алу керекпіз. Сонда бізде шығады 4 көбейту 3,14 көбейту 64-тің 64 көбейту 10-ның 5 дәрежесінің кубы бөлеміз 3-ке. Осыны есептейміз. Сонымен 1,1 көбейту 10-ның 21 дәрежесі метр куб шығады екен. Метр куб. Енді біз мына формулаға қойып әрі қарай ромны табады екенбіз. Сонда ромыз тең болады массаның орнына мына массаны қоямыз. То есть мына жерде үлкен масса болады. 6 көбейту 10-ның 24 дәрежесін қоямыз. Бөлеміз. Мына жерде 1,1-ді қоямыз. 1,1 көбейту 10-ның 21 дәрежесі тең болады. Жоқ шамамен алғанда 5454 килограмм метр куб шығады екен. Жауабы осы. Ал енді 7-ші есеп шығарамыз. Жасанды зерттің ең кіші айналу периоды 4 секунд болатын ақ жерге желілі жұлдыздың тығыздығын анықтауымыз керек. Так, бізде шешуі. Бірінші, оның формуласын жазамыз. Оны табу үшін біз m бөлінген v деген формуланы қолдануымыз керек. Осы жердегі v-мыз бізде тең болады 4 бөлінген 3 пи r кубқа. Ал массаны табу үшін біз mg мен m-ны теңестіреміз. Сонда бізде g тең a-ға тең болады екен. А-мыз ол бізде v квадрат бөлінген r-ға тең. Енді осы жерде ықшамдайтын болсақ, v квадраттың өзі омега квадрат r квадрат бөлінген r-ға тең болады. Неге қысқарады? Сонда омега квадрат a, омеганың өзін біз 4 пи квадрат бөлінген т квадрат r деп жазсақ болады. Сонда бізде мына жерде g-дің да формуласы бар. G бізге тең болады g m r квадратқа. Енді мына формула мен мына формула екеуін теңестіреміз. Мына біріншідегі, мына екінші формула екеуін теңестіреміз. Сонда бізде қалады g m r квадрат тең болады 4 пи квадрат т квадрат r. Мына жақта жазайық. Сонда осы жерден m табайық. Сонда m бізде тең 4 пи квадрат r куб бөлеміз g т квадратқа. Енді мәндерін орнына қоямыз. Мынау m-ді мына жерге әкеліп қоямыз, v-ны мынаны қоямыз орнына. Сонда бізде ромыз тең болады m-ның орнына мынаны келеміз. 4 пи квадрат r бөлеміз g т квадрат. Көбейту. Мына көбейтуге айналдырғаннан кейін мынау теңдікті төңкереміз. Сонда 3 б-ге барады. Астында 4 пи r куб қалады екен. Мына жерде де куб бар. Сонда мына жақта қысқарады, мына қысқарады. 4 пи мен пи қысқарады. Сонда қалады бізде 3 пи бөлінген g т квадрат. Енді орнына қоямыз 3 көбейту 3,14 бөлеміз 6,67 көбейту 10-ның 1 дәрежесі g-міз. Көбейтеміз 4-дің квадраты. Сонда жуықтап қалған кезінде бізде 0,088 көбейту 10-ның 1 дәрежесі. Плюс 11 дәрежесі шығады. Плюс 11 дәрежесі шығады. Оны біз 8,8 көбейту 10-ның 9 дәрежесі деп алсақ болады. Килограмм метр куб. Енді соңғы 8-ші есепті шығарамыз. Жердің центрінен қандай қашықтықта ғарыш кемесінің жерге тартылыс күші оның айға тартылу күшінен 2 есе үлкен. Айдың массасы жердің массасынан 81 есе кіші дейді. Так, бірінші формуланы жазып қояйық. F жердікі жер мен центрге дейінгі қашықтықтығы. Бірінші бізде g m жер дененің массасы бөлінген r1 квадрат. Енді екінші аймен жазғанда f айдікі бұл бізде тең болады g m i. Так, m бөлінген r
айды үлкен әріппен жазайық. М. Енді екеуін теңестіреміз. Енді 81 есе үлкен болғандықтан мынаның алдына 81-ді қоямыз. Жазамыз G M G-ның орнына мынаны жазсақ болады. 81 M аны жердің массасы үлкен, 81 есе үлкен. Сол үшін 81 M көбейту M бөлінген R1 квадрат тең болады. Мынаның F-ның алдына 2-ні қойылады. Өйткені F 2F-ға тең. Сол үшін G M бөлінген R2 квадрат. Енді қысқартамыз. G-лар кетеді, M-лар кетеді, M кетеді. Сонда қалады 81 R1 квадрат тең 2 R2 квадрат. Енді екі жақты да бірге аламыз квадраттан айыру үшін. Сонда бізде 9 бөлінген R1 тең 1,41 бөлінген R2 қалады екен. Тауып алайық. R2-міз тең болады 1,41 R1 бөлінген 9-ға тең екен. Енді бізде X деп мынаны ай мен жердің арасындағы қашықтықты табу үшін біз R1-ді R2-ге қосу керекпіз. Сонда X бізде ол тұрақты шама, ол 384.500 километрге тең екен. Енді осы жерде мынаған қойып R2-ні орнына қоямыз. Сол кезінде 384 мына жерден R1-ді тауып алайық. Былай жазайық бірден. R1-міз R1 ол тең болады X-тен R2-ні азайтқанда. Сонда 384.500-ді азайтамыз 1,41 R1 бөлінген 9-ды. Енді осы жерде мына бөлікке шығаратын болсақ R1-ді, сонда R1 қосу мынаны 1,41-ді 9-ға бөлсек бізде 0,16 шығады екен. 0,16 R1 тең 384.500. Енді осы жерден R1-міз тең болады 384.500-ді бөлеміз 1,16-ға. Сонда бізде жуық шамында бізде 333 мың шығады екен. Көбейту 10-ның 3 дәрежесі деп алсақ болады. Километр жуық шамамен.